Арма ағайын, біз жаңағы Шиелі аудандағы болып жатқан жағдай, яғни біз азаматтарымыздың айлықтарын ала алмағандығы туралы бізге қызмет көрсетуімізді сұраған болатын. Сол мақсатта, сол уақытта, сол кезеңде қызмет көрсеткен ағаларымыздың бірі, яғни ауыр жүк көлік жүргізушінің азаматтары, яғни қызмет еткен ағаларымыздың бірі. Ағамыздың өзінен есту мақсатында біз осы эфирді ұйымдастырып отырмыз. Жаңағы біздің айтып жатқан мәселемізге байланысты тұздық болсын деген оймен ағамызды эфирге шақырып отқан жайымыз бар. Аға, өзіңізді толыққанды түсіндіріп, мән-жайды бір қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Жақсы. Менің аты жөнім Смайыл Раушанбек. Шиелі ауданының тұрғынымын. КамАЗ жүргізушісімін. Осыдан 24-ші жылы қыс айларында Авалау мекемесі арқылы Қызылорданың Дорстрой мекемесіне тас тасығанбыз қыс айында. Сол о баста айтылғаны объемды тасып бітісімен ақша қолдарыңа тиеді деген уәде айтқан. Оны енді тасылғанына 2 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Сол ақшамыз әлі жоқ, ала алмай жүрміз. Авалау мекемесінен сұрасақ, олар жаңағы Қызылорданың Дорстрой мекемесін айтады, әлі ақша отырған жоқ дейді. Сонымен бұл тірлік ұзаққа созылып кетті. 20-25 КамАЗ тасылды қыстың суығында. Негізі айтылған уақытысы объем біткеннен кейін сол ақша қолдарыңа тиеді деп уәде берген. Бірақ сол 25 шофырдың бәрі осы 2 жылдан асып кетті. Әлі бір тиын да ақшамыз қолымызға тиген жоқ. Сол әні міне дегенше 2 жыл өтті. Біздің қарызымыз бар, кредитіміз бар. 20-25 шофырдың әрқайсысының отбасы бар, бала шағасы бар. Бәріне де ақша керек. Ақшаны сұрай қайта жек көрінішті болдық. Соны жоғарыда отырған сот орындаушылары осыған байланысты жауап беретін мекеме басшыларынан талап етеміз. Осы ақшамызды жуық арада қолымызға тиюіне себепкер болуына талап етеміз ақшамызды. Рахмет аға. Енді тілектеріңіз орындалсын, аман есен айлықтарыңызды алатын күнге жетсін деген енді тілегіміз бар. Аумин. Иә. Сол, құрметті көрермендер, енді біз бұл жағдайдың басын бастап жатырмыз. Бізге қолдау білдіріңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтыңыздар, лүпіл басыңыздар. Біз бұл мәселені алдағы уақытта қалай болғаны